Наным сенім дегеніміз не? Наным сенім дегеніміз біз кейбір құбылыстардың не екенін білмесек те олар туралы жиі әңгімелейміз. Көптеген адамдар наным сенімді неге қатысты болмасын сенімге теңейді. Егер сіз өзіңізді саналы адаммын деп есептесеңіз, ол мен өзімнің саналы адам екеніме сенемін деп айтқаныңызбен бірдей. Дәл осы батылдық қалаған нәрсеге қол жеткізуге көмектесетін ішкі күш-қуатыңызды іске қосуға мүмкіндік береді. Біздің ішімізде бәрі бар. Тым болмағанда біреулер арқылы қажетті жауаптарға қол жеткізіп отырамыз. Алайда сенімнің жеткіліксіздігі көп жағдайда бойымызда бір қабілетті толығымен пайдалану мүмкіндігін шектеп тастайды. Жалпы наным сенімнің не екенін түсінудің ең қарапайым әдісі бойымыздағы ең негізгі құрылыс материалы ақыл-ойымызға баға беру. Сіздің көп идеяңыз болуы мүмкін, бірақ бәрінің бірдей орындалатынына сенбейсіз. Мәселен, өзіңіздің тартымды екеніңіз туралы ойыңызды алайық. 1 минутқа кідіріп, мен сұлу әйелмін деп айтып көріңізші. Енді осы ой немесе нанымыңыз бұл сөзді айтқаннан кейін бойыңызға сенім ұялатады. Ал егер сіз, иә, бірақ мен шын мәнінде сұлу емеспін ғой десеңіз, мұның астарында мен өзімнің сұлу екеніме сенбеймін деген ой жатыр. Ойды қалай наным сенімге айналдыруға болады? Бұл процесті сипаттау үшін қарапайым метафораны алға тартайын. Ой дегеніміз аяқтары жоқ үстелдің беті ғана. Осылай елестетсеңіз ғана сіз қандай да бір ойдың неліктен ішкі наным сенімдеріңіз сияқты нақты сенім ұялата алмайтынын түсінесіз. Үстелдің беті аяқсыз өздігінен тұра алмайды. Ал наным сенімнің аяқтары бар. Олай дейтініміз, сіз өзіңіздің сұлу екеніңізді білесіз. Ал енді айтыңызшы, бұл наным сенім қайдан шықты? Демек, сіздің бұған дейінгі өмір тәжірибеңізден алған осы ойыңызды растайтын қандай да бір дәлелдеріңіз бар. Үстелдің бетін тірейтін аяқтары дегеніміз, яғни наным сеніміңізді сенімділікке айналдыратын нәрсе осы. Ал сіздің ойыңызды растайтын қандай тәжірибеңіз бар? Таныстарыңыздың бірі сізге сұлусыз деп айтқан шығар бәлкім. Немесе айнаға қараған уақытта өзіңізді басқалар үшін сұлулық эталонына айналған адаммен салыстырып, мен соған ұқсаймын дейсіз. Әлде көшеде кетіп бара жатқан адам сізге бұрылып қарап, бас бармағын көрсетті ме? Қалай болғанда, өзіңіздің сұлу екеніңізді растайтын ойларыңызды жинақтамайынша, бұлардың ешқандай маңызы болмайды. Жинақталған ойлар үстелдің аяқтары. Сөйтіп, үстелдің аяқтарын жинақтағаннан кейін бойыңызда сенімділік пайда болады. Және ол осы ойыңыздың растығына сендіреді. Ой сенімділікке айналып, наным сенім болып қалыптасады. Осы метафораның мағынасын түсінгеннен кейін, наным сеніміңіздің қалай қалыптасатынын және оны қалай өзгертуге болатынын ұғасыз. Біріншіден, егер біз жеткілікті дәрежеде үстелді құрастыру үшін оның аяқтарын, яғни наным сенімдерімізді растайтын сөйлемдерді тапсақ, кез келген нәрсеге қатысты наным сенім қалыптастыра алатынымызды ұмытпаңыз. Осы туралы ойланыңыз. Сіздің адам тануда өмірлік тәжірибеңіз жеткілікті екені немесе басқа біреулерден талай опық жеген көптеген жанды танитыныңыз өтірік пе? Егер шын қаласаңыз, сізде адамдардың оңбаған екенін және әлде қандай бір мүмкіндік туа қалса, сізді пайдаланып кететін растайтын наным сеніміңізді оңай қалыптастыра аласыз. Немесе бұған сенгіңіз келмейді және жоғарыда талқылағанымыздай, ол мені босаңсытады деп есептейсіз.
Дегенмен осы наным-сенімімізді растайтын және бұған көзіңізді жеткізген талай оқиғаны бастан кешіргеніңіз анық қой. Егер адамдарға шын көңілмен қамқор болсаңыз, құрметпен қарасаңыз, оларда негізінен жақсы адам болып шығатынын, сізге қол ұшын созуға дайын тұратынын растайтын өмірлік тәжірибеңіз бар екені, немесе сізде осыған қатысты басқалардан алған ақыл-кеңестер жеткілікті екені өтірік пе? Енді сіз осы екі наным-сенімнің қайсысы ақиқат деген сұрақ қоясыз. Жауабы, қайсысы ақиқат екені маңызды емес. Қайсысы сізді өмірді сүюге шақырса, сонысы маңызды. Әлбетте, айналамызда біздің наным-сенімімізді растап, қандай да бір пікірімізді қолдайтын және қандай да бір құбылысқа қатысты бойымызға сенім ұялататын адамдар жетерлік. Адамдар дәл осылай саналы тіршілік иесіне айналады. Бұл жерде тағы да маңызды мәселе, осы аталған наным-сенімдеріміз бізді күн сайын өмір сүруге ынталандыра ма, әлде жақсылық жасауға деген үмітімізді өшіріп, ынтамыздан айыра ма? Сол себепті дәл осы жерде адам баласының наным-сенімдерінің қайнар көзі қайсы деген сұрақ туады. Әрине, біз оны өмірлік тәжірибемен келеді десек те болады. Кейде олар басқа біреулерден немесе кітаптардан, үнтаспалардан, кинолардан алатын ақпараттың көмегімен наным-сенімдерімізді растайды. Ал кейде олар тек қана қиялымыздан туған ойлардың қорытындысы. Осы қорытындылардың негізінде пайда болатын адамның эмоциясының күші үстел аяқтарының берік және жуан болуына тікелей әсер етеді. Ең мықты орнықты аяқтар адамның көптеген эмоцияларымен байланысы бар жеке өмірлік тәжірибесі негізінде қалыптасады. Олай дейтініміз, тәжірибелер не жағымды, не жағымсыз болады. Тағы бір фактор, сіздегі бір қорытындылардың саны, яғни қандай да бір жайттың дұрыс немесе бұрыстығын растайтын өмірлік тәжірибеңіз көп болса, сіздің соған қатысты наным-сеніміңіз күшті болады. Ал енді мынадай сұрақ. Қорытындыларыңыз кез келген уақытта қолданғыңыз келетіндей нақты болуға тиіс пе? Жоқ, олар әртүрлі шынайы немесе қиялдан туған нақты немесе дүдәмәл болуы мүмкін. Тіпті өмірлік тәжірибеміздің қаншалықты берік екені ішкі сезімімізге байланысты. Адам баласының қолынан осылай өзгерту де, білдіру де келетіндіктен, наным-сенімдерімізді өзгерту барысында бізге тірек болатын аяқтардың саны мен сапасы шексіздеуге болады. Бұл қорытындыларымыздың қайдан шыққаны маңызды емес. Мәселе біздің оларға имандай сенетімізде және ешқашан күмәнмен қарамайтынымызда. Бұл қасиетіміздің жағымды жағы басымырақ. Олай дейтінім, біздің ойдан шығарған қорытындыларымыздың өзі алға жетелейтін қасиетке ие және арманымызға жетуде кәдімгідей септігін тигізеді. Егер адам баласы қандай да бір істі болашағы жарқын, шын мәнінде жеңіл деп елестетсе, табысқа жетуі әбден мүмкін. Оның себебі біздің миымыз нені анық қиялдайтыны мен сол сәтте не сезетіннің ара жігін ажырата алмайды. Егер эмоциямыз өте күшті болса және үнемі қайталана берсе, жүйке жүйесі қиялымыздағы қандай да бір құбылыстардың өзін өмірде болмағанына қарамастан шын деп ойлап қалады. Мен сұхбат алған әйгілі басшылардың ортақ қасиеті бар. Олар өзін-өзі мықты екеніне сендіріп, бұрын-соңды нәтиже бермеген жұмыстарында табысқа жеткен. Бұған дейін расталмаған дүниелерден ойша қорытынды шығарып, мүмкін еместің өзін мүмкін қыла білген. Компьютер қолданушыларының барлығы Microsoft деген сөзді естіп көрген шығар. Алайда осы компанияның негізін қалаушы Билл Гейтс өмірде жолы болған білімді адам емес. Наным-сенімдеріне дәлел болатын қорытындысыз осындай биіктерді бағындырған жан екенін бірі білсе, бірі білмейді. Ол жеке компьютер деп аталатын
өнім әзірлеп жатқанын, оған бағдарламалық құрылғы керек екенін естіген бойда оларға қоңырау шалып, өзінде жоқ екеніне қарамастан бағдарламалық құрылғымен қамтамасыз етуді мойнына алады. Алайда уәде беріп қойғаннан кейін қандай болмасын бір әдісті ойлап табуға тиіс еді. Бұл адамды нағыз кемеңгер еткен басқаларды өзіне сендіру қабілеті болатын. Жер бетінде одан ақылы асқан адам көп. Әйткенмен оның артықшылығы ішінде жатқан күш-қуаттың көзін аша алатынына деген сенім еді. Сөйтіп серіктесімен бірге жеке компьютерді іске қосуға арналған арнайы тіл ойлап табады. Тәуекелге бел буған Билл Гейтс әдіс ойлап тапқанымен қоймай, сол күнді адамзат тарихындағы ерекше оқиғаға айналдырды. Оған дейінгі дәстүрлі бизнес жүргізу әдісін өзгертіп, 30 жасқа толғанда миллиардер атанды. Міне, адамның өзіне деген сенімінің күші. Ал сіз 4 минуттың ішінде 1,5 шақырым жүгіріп өткен желаяқ туралы естідіңіз бе? Мыңдаған жылдар бойы адамзат ешкім 1,5 шақырымды 4 минуттан аз уақытта жүгіріп те өте алмайды деген қағидаға сеніп келді. Алайда 1954 жылы Роджер Баннистер күллі адамға тән осы бір наным-сенімнің тасталғанын шығарды. Ол осы бір мүмкін емес мақсатқа дене жаттығуларының арқасында ғана емес, біртіндеп оқиғаны ойша пысықтау арқылы жетті. 1,5 шақырымды ерекше эмоция күшім 4 минуттың ішінде бірнеше рет жүгіріп өткеннен кейін, оның санасында мұның мүмкін екенін дәлелдейтін айқын көрініс пайда болады. Бұл көрініс оның жүйке жүйесіне осындай нәтижеге жетуін керек деген нақты пәрмен береді. Алайда көпшілігіміз әйгілі желаяқтың осы бір ерекше жетістігі басқа спортшыларға шабыт бергенін түсінген жоқпыз. Бір қарағанда оның рекордын ешкім қайталай алмайтындай болып көрінгенімен, Роджердің жетістігінен 1 жыл өткен соң дәл осы көрсеткішті тағы 37 спортшы қайталап берді. Оның жетістігі бірнеше спортшының қозғаушы күшіне айналды және соның арқасында барлығының бойында мүмкін еместі істеуге деген сенімділік пайда болды. Ал одан 1 жыл өткенде осы көрсеткішті тағы 300 желаяқ қайталады. Мен үшін ниет дегеніміз ішкі күшімді дұрыс пайдалануға мүмкіндік беретін, бүкіл қарым-қабілетімді әрекетке айналдырудағы ең жақсы жолды көрсететін шынайы дос. Андре Жид. Каналға жазылып лайк пен пікірді ұмытпаңыз.